Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өт ауруы, өттегі іркіліс және өт тас ауруы жайлы ақпарат бермекшімін. Бұл тақырып қазіргі заманда өте ауқымды тақырыптардың бірі болып отыр. Неге десеңіздер, қазір 2-3 жастағы балалардың өзінде өт тас ауруы, өттегі іркіліс және өттің қабынуы кең етек алып отыр. Сондықтан да құрметті аналар, құрметті ата-аналар, балаларға тамақтануды дұрыстаңыздар. Тамақтануды дұрыстау арқылы асқазан ішек жолындағы аурулардың алдын ала аламыз. Өйткені қазіргі заманда неше түрлі фастфудтар бар, неше түрлі жаңағы тез дайындалатын тамақтар бар. Міне ондайлардан аулақ болғанымыз абзал. Таңғы ас, түскі ас, кешкі асты міндетті түрде балаларыңызға беріп, оның құрамында белок, май, көмірсудың болуын қамтамасыз етіп, және де рациондарыңызға көкөністер мен жемістерді қосқандарыңыз абзал. Міне сонда ғана балалардағы асқазан ішек жолдарының ауруларын қазірден бастап алдын ала аласыздар. Сонымен қатар суды жеткілікті мөлшерде ішу қажет, және де белсенді қозғалыс қажет. Осылардың барлығын біріктіргенде ғана біз асқазан ішек жолдарының ауруларын алдын ала аламыз. Өт ауруларының симптомдары қандай? Өт ауруының ең бір симптомы ол оң жақ қабырға астының ауруы. Яғни оң жақ қабырғаның астының сыздап ауырсынуы, ол холецистит пен өттегі іркіліске тән. Ал егер тас болатын болса, онда сізде приступ беріп ауруы мүмкін. Екінші себебі ол ауызға ащы дәмнің келуі. Таңертең тұрсаңыздар, аузыңызға ащы дәм келіп тұрады. Яғни ол өттен. Және де кейбір адамдарда жүрек айнып, құсу, оқсу, құсқан кезде сары, жасыл түсте запыран тастайды. Ол да өт толғанның белгісінің бірі болып табылады. Және де кейбір адамдарда дененің қышуы, яғни терінің қышуы, яғни оны холестаз деп атайды. Билирубин қанда көтеріліп кеткеннен, соның салдарынан дене қыши бастайды. Ол да өт толғанның белгісінің бірі болып табылады. Немесе пациент кейде салмақ жоғалтуы мүмкін, немесе салмақ қосып алуы мүмкін. Міне осындай симптомдармен сипатталады. Егер де сізде осындай симптомдар болатын болса, онда міндетті түрде дәрігерге қараңыз. Ол жерде сіз жалпы қан анализін және де биохимиялық анализ тапсырасыз. Биохимиялық анализде билирубинді көруге болады, және сілтілі фосфатазаны, және де бауырдың ферменттерін көруге болады. Яғни АЛТ, АСТ ферменттерін көруге болады. Міндетті түрде ішкі құрылыстың ультрадыбысты зерттеуін жасаңыз. Бұл жерде сізге холецистит бар, жоқ әлде іркіліс бар ма, жоқ өт тас ауруы бар ма, соны анықтап береді. Яғни соған қарсы ем шара жүргізіледі. Және өт ауруы кезінде ағзаға тамақпен бірге түскен микроэлементтер, витаминдер барлығы сіңуі тоқтайды. Неге десеңіздер, өт дұрыс бөлінбейді, өт қапшығында жинала береді. Ол бері қарай аш ішекке қарай түсу керек қой. Соны түспеуі салдарынан микроэлементтер де, витаминдер де синтезделмейді, яғни ағзаға сіңбейді. Сіңбегеннің салдарынан организмде жетіспеушілік пайда болады. Витамин жетіспеушілік немесе микроэлементтердің жетіспеушілік. Міне содан кейін ағзада тағы да басқа симптомдар қосылады. Мысалы, үнемі шаршағыштық, ұйқының қанбауы, аяқтардың тартылуы деген сияқты симптомдар қосылады. Сондықтан да өттеріңізді тексеріңіздер. Өт ауруы болмас үшін дұрыс тамақтаныңыздар. Балаларыңызды дұрыстап тамақтандырыңыздар. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.